Махырды уже даярдап берип койдуңарбы? Шубага көзүм түштү. Машинанын эсигин ар дайым ачып берем. Негизи 14 февраль не существует. Ултка бөлүнө баштады. Арген келгенден кийин. Анан сен дайыма эле Айгеримди ыйлап бересиң да? Дидардын да кесирине өтө көп жыладым. Түр кичине суук болгону менен мага өтө катты жылы. Түрім суық болды. Каждый день там скоро 14 февраля, 14 февраля жатыр деп. Бирок баары деле сүйгүндө, биз үчүн сүйгүндө турабы? Валентина деген уже биздин не эмес ол. Ол махаббат жайлы Дидар. Жок, бірақ махаббатка шек жок, шынымен де. Кааламайтын затыңды істейді экенсиң, эгер жакшы көрүп калсаң. Мисалы үчүн мага 6 ай сүйлөшүү жетишсиз болушу мүмкүн да. Сол себепті жакында той болот. Канчасына кайдысыздар, качан болот? Заты осы айда болот. Бір күнүне открытканы берем. Бірақ мен ол мейрам тойламайын деп. Махырды уже даярдап берип койдуңарбы? Ушул адам меники деген сезим келдиби? Аружан экөө өтө жакшы жарасат. Мен өзүм жооп алам, бир сөзбен айтсам. Не деген өзүнчө бала деп. Мени көрген жигиттер бирден менен сүйлөскүсү келип турады. Бир андай жигит издеп барган кыз. Мени тыңдайтын, көп урушпайтын кыз керек. Айгерим боянбаса кандай? Артык боянба, кирпик жасатпа, тырнак жасатпа деп сол себепти айтам. Бирок кийин келе открытка күтөм. Сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтө деңизден деген сөздөр бекерден айтылып калбаса керек. Неге эле сүйүү дегенде эле баардыгыбыз мекең болгон сүйүү, ата эне болгон сүйүү, жана дагы эки адамдын ортосундагы сүйүү деп жакшы билебиз. Бүгүн дагы биздин студиябызда өзгөчө сонун конокторубуз бар. Интернет айдыгында көпчүлүгүбүзгө белгилүү Айгерим жана Дидар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиздер. Дал ушул Соло Медиа YouTube каналынын студиясында көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиздер биздин. Рахмет шакыргандарыңызга. Буюрса экинчи ирет келип жатасыздар. Кандай экен? Жалпы шакыргандарыңызга рахмет. Барша казак, кыргыз бауырларыбызга салимибизди айтабыз. Жалпы экинчи ирет келип жатырмыз Кыргызстанга. Биринчи рет келген кезде шынымен де ойламадык. Арген досум шакырган болотун осы Кыргызстанда. Келген кезде кәдімгідей бизди жакшы күтүп алды. Биз енді Казакстанда кичине адамды көрсө өйтүп келип амандасып сүрөткө түсүүгө кысылат, ыңгайсызданат. Бир арза болганым Кыргызстан халкына уялмайды келип сүрөткө түсүүгө, амандасып кетүүгө. Сол жагынан өтө катты кубантты. Жакшы ыстык кучакпен каршы алды. Көп рахмет кыргыз халкына. Шынымен де кыргыз халкы кичине айырмачылыгы бар, карапайымдылыгымен. Шынымен де келип, таанысып, сүйлөөгө эч кандай кысылмайды, және де өзүнүн сыйлыктары болду кишигирим. Шынымен де бир болайык багдарламасын сүйүп көрөт экен. Бул жакта сиздердин көрөрмандарыңыздар көп экенин билдиңиздер. Өтө көп. Негизи статистика боюнча да карайбыз. Бишкек экинчи орунда по просмотрам барлыгынан, сондуктан да көп рахмет фанаттарыбызга, жалпы көрөрмендеримизге өтө катты колдайды, және де кыргыз халкынан колдоодо өтө көп биз байкайбыз. Негизи хейтти аса катты байкамайбыз. Негизинен өтө катты колдайды. Арген бауырыма рахмет айтам биринчи орун. Өйткені осы Кыргызстанга келип таанысып, Бишкек деген каланы көрүп, мүлдем чыгып көрмөгөм, өзүм Кыргызстанга келип көрмөгөм. Көрсөтүп жатканына тантип болдум кыргыз халкына. Меймандостукту жакшы эле көрсөтөт. Жакшы көрсөтөт, ерекше көрсөтөт. Өтө жакшы кыргыз халкынын адемі жерлерине, Бишкектин адемі жерлерин бәрін көрсөттү, тауга апарды, башка да заведенияларга, биздин кыргыз халкынын улуттук кийимдерин көрсөтүп, өзүнүн улуту менен бизди өтө жакшы тааныштырды, және де
Аргенмен араласа келе кыргыз тилин де уже түсүнөтүн болуп калдык. Деки Арген деп калбадык. Өткөндө да интервью алганда Арген айтып калды, Казакстанга барганда Дидар мени аябай коноктойт депчи. Анан бир болайыкы берүүсүнө Арген Кыргызстандан экинчи балдардан болуп барды окшойт, Барганда сиздерге кандай көрүндү негизи эле башка улуттун баласы сиздерди кыз издеп келип атса? Билмейм, мен ондай бир адамдар да болду. Башка элдин адамын көрсе бир ыңгайсызданып, сондай жагдай болот. Менде ондай жок. Мен Аргенди былай басында көрген болатын, бирок интернеттен гана көрдүм бир болоктун. Өйткөнү мен барган кезде ол болмайт, ол келген кезде мен болмай калам ол жакта. Бир жолу сәтimiz түсүп, Арген жуптукка сөз салган кезде мен де сол убакытта эфирде болуп калдым. Сол кезде куттуктап Аргенди сол кезде таанышкан болотунбуз Аргенмен. Содан бастап жакшы сүйлөшүп кеттик, бауыр болуп аралашып кеттик. Ондай бир башка не жок болду. Адамдын өзүнө байланыштуу го. Сиздердин кызыңыздарга барып атат да. Жок. Айрыкча эркек балдар ушундай болот го. Кызганчак болуп бир аз биздин кызга кыргыз балдар келип атат дегендей элечи. Былай айтат го, у любви нет границ дейт го. Туура солай, махабатта шек жок. Ол кандай руу болсун, кандай эл болсун, эң башкысы адамдын өзүнө байланыштуу. Негизи бизге Кыргызстандан үмүткер келгенде биз наоборот кубанып өтө катты каршы алдык. Шынымен Арген келгенде, эң басында бир келген үмүткер болатын Кундузга бир жакшы кеткен жок, бирок да кичине өкпелеп калдык. Басында өтө катты кубандык. Бирок да Арген келгенден кийин уже барлыгы басылып, биз көз карасыбызды кичине ауыстырдык. Негизи көбүсү ултка бөлүнө баштады Арген келгенден кийин. Сол тема чыккан болатын. Кээ бирөөлөр жактады, кээ бирөөлөрү билмейм башкача карады бул затка. Бирок да мен өз басым шынымен де Аружан экөө өтө жакшы жарасады, және де шынымен де махаббат ултка да, жашка да эчтенеге карамайт экен. Және де Аргендин негизи Аружанга деген сыйластыгы башка да негизи өтө жакшы, эч кандай казак баласынан кем эмес деп айта алам. Махаббат деп калдык. Негизи эле ушул махаббат күнүнө карата, тактап айтканда сүйүү күнүнө карата сиздердин дагы сүйүү тарыхыңыздарга көз чаптыралы деп чечтик. Таанышканыңыздарга канча убакыт болду? Башында бири-бириңиздерди көргөндө кандай ойлор, ушул адам меники деген сезим келдиби? Басында болгон бизде 6 ай убакыт болду таанышып бири-бирибизге көргенибизге. Бул калай болду? Бизде мен жумуштан чыккан кезим болотун. Сол моментте Абай деген досумуз болотун. Сол передачада турат, бир болайык деген. Сол бауырыма кабарлашып калган болотун. Бирге кайтайык деп. Ол да сол кайтатын жерге келе жатыр экен. Кездесип, сол кезде Абай айткан болотун. Эртең бизде бир съемка бар edi. Сога мага көмөктесип жибере аласыңбы? Адам жетиспей жатыр деп. Мүлдем ойламагам, ертесин менен жумуш болгон болотун. Сосын Абайга айттым, енді қатты керек болып жатса барайын жарайды, жұмыстан сұранып. Бірақ жұмыс көп еді деп. Содан келісіп, ертесінде екеуміз кездестік, таңертең сағат 9-да кездестік. Жүріп қалдық біраз. Сол уақытта Абай тікелей эфирде де, прямой эфир телефонынан сондай бастаған болатын. Сол моментте оның оқырмандары сұрады, қасыңыздағы бала кім, инстаграмы бола ма деп. Содан кейін инстаграмды берді. Бір уақыттан кейін мен прямой эфир бастадым. Жаңағы сұрап жатқан адамдар менің тікелей эфиріме кіріп, енді жазып отырды сообщение. Бір уақытта Айгерім деген қызға көз қарасыңыз қалай деп сұрады да менен. Мен айттым, танымайды екенмін ондай қызды деп. Сосын Абылайдан сұрап қойдым, Айгерім деген кім деп. Ол айтады, бізде передачада отыратын қыз. Сосын бүгін келе ма, съемкаға түсе ма деп менен сұрап жатыр да. Мен Абылайдан сұрасам келеді деді. Сонымен сөйлесіп көріңізші, өте жақсы қыз дегенге мен айттым, білмеймін, енді адамды сыртынан көріп айта алмаймын. Келсе көрейін. Бірінші танысып көрейін, сөйлесіп көрейін, қалай болатын деп. Сонымен маған суретін көрсетті Абылай. Түскі бірде ма, сол кезде бірақ жиналдық. Айгерім сол біз түсіретін, съемка түсіретін жерде, жақын жерде құрбысының үйінде қонған болатын. Сол кезде шыққан кезде қарадым, көрдім. Содан кейін мен өзім жоғалтып алдым, бір сөзбен айтсам, үндемей қалдым. Негізі көңілде отыратын балам ғой, мен өзім. Сол уақытта үндемей қалдым. Білмеймін, бір көзіме басқаша көрінді да.
Бірақ та мен оны басқаша қабылдаған болатынмын. Ол алдыңғы машинаның алдыңғы сиденьясында отырған, бір бұрылып қараған да жоқ, амандасқан да жоқ, бір маған бір қарамайды. Мен ойладым, не деген өзінше бала деп. Мен оның ұялғанын сондай білген жоқпын. Одан кейін шынымен де көрермендер біз таныспас бұрын бізді қоса бастады. Дидарға, маған, дайректке өте көп сообщениялар болды. Танысып көріңдер деп екеулерін. Жай ғана сырттай көріп бізді ұнатып қалды. Мен анандай адамда ең бірінші танысқан адаммен өзімді аша алмаймын. Білмеймін, ыңғайсызданамын, сөйлеспеймін, сұрақ қойса жауап бере салам, болды, ары қарай ештеңе айтпаймын. Бұл кісі соны ойлаған ғой, бұл не деген өзінше бала, өрге керек, неғып маған жауап бермейді. Сол кезде менсінбеген екен мені, өзінше болғаннан кейін. Бірақ кейін келе түсіндірдім ғой, мен бірінші танысқан адаммен айтып сразу сөйлесіп кете алмаймын, қалжыңдасып кете алмаймын. Оны түсін, менің кішкене мінезім сондай деп. Ал мен негізі үйреніп қалғанда, мені көрген жігіттер бірден менімен сөйлескісі келіп тұрады. Бір андай подкаттары болады мысалға. Ал жігіт маған бірден қарамағанда, мен андай бір түрлі болып қалдым шынымен де. Сол бірінші күні былай енді жай сөйлесіп бастадық. 3-4 сағат өткеннен кейін бірге тамақ ішіп, бәріміз съемкада болған адамдар. Сосын кешке біз киноға барайық деп шешкен болатынбыз, сол жерде отырған адамдар. Осы жақын жерде кинотеатр болды. Келістік кешке киноға барамыз деп. Бұл қыз подружкасымен кетіп қалды. Жарайды, біз хотя бы үйге барып киініп, реттеле берейік деп. Менің ойымда ештеңе жоқ, жарайды, барсаңдар бара беріңдер деп кеткен болатын. Сосын біз 3 адам ғана қалдық, 3 адаммен шығып, үйлерімізге қайттық. Онда кешкі сағат 9-да кездесеміз осындай жерде деп. Үйге барып, енді шай тамағымызды ішіп, шығып кешке. Енді оған дейін мен дос-баларым хабарласып қалды. Сол бұл дос-балармен кездесіп отырғам, сағат 9-да қазір кинотеатрға барам деп. Бір уақытта хабарласам, ешқайсы жауап бермейді, бармайтын шығармыз деп. Сосын неге десем, 2 адам келісіп тұр, қалғандары келіспепті да. Мен айтам, вроде Айгерім барам деген сияқты еді ғой деп. Сосын бұл кісінің телефон номерін, инстаграмын алып, сұрап жазған болатын, қайдасың, біз келіспедік қой, киноға барамыз кешке деп. Бұл кісі сөйтсем, вообще ене кетіп қалған қалаға. Мен енді ренжідім, кешке барамыз деп едік қой. А чё неге мені ғана звондап жатсың дейді. Мен айттым, енді жайында сенімен барғым келіп тұр, ауда тұрған ештеңе жоқ шығар деп. Негізі мен клипқа да түсуге де желанием болған жоқ, андай видеоға. Әрең мені подружкам сүйреп апарған. Одан кейін негізі мен я деп келісіп тұрғанда, мен бармайтынымды уже біліп тұрғам киноға. Өтірік я дей салдым да, содан кейін кетіп қалдым. Бірақ та шынымен де Дидар маған бірден неге бармайсың, біз барамыз деп келістік деп жазғаннан кейін уже что-то не то деп ойлап қалдым. Бір кісі маған үміткерлікке дайындалып жатыр деп. Содан кейін мен ойланып бастадым. Сол күннен бастап маған дайректке тыным болмады. Айгерімге барсаңызшы, барыңызшы, сіздер жарасасыздар деп. Бұлай видеолардың өзін уже фанаттар фан аккаунт ашып бір күннің ішінде. Прямой эфирдан уже. Прямой эфирдан бүйтіп бөліп алып видео жасап сондай басталып кетті. Мен түсінбей жатырмын. Қалай неге сразу бізді қосып жатыр деп. Сол кезде еще менде үміткер болатын. Дидар мен үміткерін қайтарған күткеннен кейін. Одан кейін үміткерін қайтарған күні бірден келген. Мен ол күні қайтаратын білмедім, бірақ мен августтың 28-і біз таныстық, ролик түсіріп. Одан кейін 2-3 күн ойланып жүрдім, мен барайын ба, бармайын ба, не істеймін, барсам не болады. Мен өйткені өзім ойлайтын, ондай жерге мүлдем бармаймын деп. Енді шықтасам түсіме кірмепті, ондай жерге барам деп. Бірақ махаббатқа шек жоқ, шынымен де. Қаламайтын заңды істейді екенсің, егер жақсы көріп қалсаң. 2 күн бойы ойландым. Соң жұмыста отырдым да, тәуекел болса бір нәрсесі болар деп. Заявка береді ғой бізде, бір қызға үміткер болып келу үшін заявка беру керек. Телефон беттеріне 1 сағат қарап отырдым, басайын ба, баспайын ба, басайын. Ақыры баса салдым, жарайды енді. Содан кейін 1 сағаттан маған уже хабарласты. Айгерімге үміткер болып келіңіз келеді екен, я осылай деп. Онда ертең келіңіз деді, эфирге деп. Мен ішім бір түрлі болып, қалай барам, не істеймін, қалай істеуге болады, үйдегілерге де айтпаған болатын. Ешкімге айтпадым баратыным туралы.
солай бұл кісі де ойламаған мен келетінімді, өйткені өзі бір ашуланып сондай, сол эфир сондай болды. Сол эфир вообще өте жаман эфир болған. Шынымен де өте қатты шу шыққан. Сол үміткерін қайтарғанда кішкене бір жақсы нотада біз қайтарған жоқпын. Ұрсып, одан кейін Дидар келгеннен кейін сразу сұрады, өкініп қалған жоқсыз ба келгеніңізге деп. Ол айтқан, маған ол уже бұрынғысы, мен қыздың бұрынғысына, бұрынғы өткен отношениясына ешқалай қарамаймын. Маған ең қазір келіп тұрмыз, сондықтан да сондай настоящиймен өмір сүремін деп. Солай. Сол кезде мен айтып тұрмын ғой, ол передачада дос балаларым отыратын, 2-3 балам досым болып сол жерде отырған. Олар да білмеді мен келетінімді. Сол кезде ол жерде бөлек отырғызады, бір адам келсе, мен ешкім көрмесін деді, ешкім қарамасын деп. Бұл қыздың үміткерін жіберді, енді отырған болатын өзінің орнына. Жаңа үміткер келді деп айтады ғой бізге. Бұл кісі ойламаған, өзінің не штаб жынданып отыр. Бір уақытта экраннан әйгерім суретін көрсеткенде, бұны артынан итеріп саған қайттан келді, бұл түсінбейді, шок, мен жындыма жаңа ғана жіберген сияқты едім. Сонымен басында маған былай айтты, атыңды таныстырма, Дидар деп айтпа атыңды, мүлдем басқаша қылып айт сені, бізде шымылдық жабық тұрады, көрмейді бір-бірін, мүлдем басқаша айт атыңды деп. Содан мен қалай айтам, не деп айтам. Кстати, сол кезде біз селебрити деген бар, бөлек отырады, үміткерлерден бөлек отыратын жер. Сол кезде Аргеннің Аружаны болған бас кезінде. Аружан екеуміз отырған болатынбыз сол кезде. Аружан маған давай, нормально, уайымдама. Менде бірінші рет келген кезде уайым болды деп сөйтіп Аружан маған мотивация беріп жіберген болатын. Содан қалай атымды не деп айтам? Қалай Қалдыбай деп шыққан болатын атыммен. Мен батыстың адамын, руым басқа деп бұл кісі уже нетіп жатыр да? Жаңа басқа адаммен сөйлесім, енді менімен сөйлесіп жүрген біледі ғой енді өзі. Жап-жақсы 2-3 күндей сөйлесіп бастадық, жаңа үміткер келді, бірақ аты Қалдыбай. Енді не істеймін деп ойланып отқан болатын сол кезде. Сонымен шымылдық ашығаннан кейін бірақ таныды мен екенмін. Негізі мен Дидарға басынан бастап жай үміткер ретінде қараған жоқпын. Бірдеңе болады-ау деп ішім сезді негізі. Сондай болды шынымен де. Негізі ушул Айгерим ал жакта Аружанда айтып калды эле, кыз киши университетте бүткөндө же окууну бүткөндөн эле ошо күйөөгө тийиш керек болуп калат депчи. Сен ал жерге барып үмүткер күтүп отуруш мындай өзүңө деле оор болду эле башында. Негізі мен ол кезде үміткер болып келгенде мен өзімді іздеп жатқан кезім болатын. Оның алдында мен 2 жылдай медициналық ортада инженер болып жұмыс жасаған, бірақ та бұл жұмыс өте қиын болып кетті маған. Өңкей еркектердің арасында жұмыс істейтінмін. Және де мен салонға кетейін деп ойлаған кезде негізі үміткер болып болғым келген. Негізі менде қатты бір симпатия, ғашықтық болған жоқ. Тек қана таныстық ретінде, қызық ретінде барған болатын. Шынымен де болмай қалды таныстық. Өте жаман бітті. Бірақ та кейін уже әйтеуір бір болайыққа барып атым шыққаннан кейін енді айтады ғой, бұл қыз бір болайыққа андай жігіт істеп барған қыз деп. Сондықтан да мен ойлаған болатын, әйтеуір де бір нәтижемен кетейінші деген. Осы жерде қатысушылыққа мен Шах мырзаға, Венера ханымға бәріне айтқан болатын, қатысушы боламын деп. Одан кейін мені қуана қарсы алған болатын. Жакшы. Анан улантырыңыз. Көрдіңіз, ачылды, Айгеримди көрдіңіз, андан нары кандай болду? Бірінші эфирге сол таныстыққа бардық қой. Содан кейін мен айттым ғой, ешкім білмейтін, мен ата-анам да білмейтін. Эфирден шыға салып маған хабарласқан болатын, сен қайда жүрсің, аяқта не істеп жүрсің деп. Сол кезде енді түсіндіріп айттым, осылай енді. Сезім ашылды. Бұған дейін ешқандай бір отношениямда бір махаббат болса, ол туралы мүлдем айтпайтын үйіме, ата-анама. Осы жолы мен білмеймін, өзім сездім ба ішімнен. Сол кезде айттым, мама, енді ғашық болып қалдым, басқа амал болмады, бару керек болды, бардым деп. Содан ақыры көнді, сөйтіп. Бұға чейінкілеріңізді айтпай жүрчүңүз бе? Мүлдем айтпайтын. Көп болчу эле? Жоқ, ондай көп емес, бірақ мен анандай адам болатын, мен бір махаббаттан көңілім қалса, қайтадан жоғалмайтын.
енді былай айтсам аяқ астынан пайда болған махаббат қой, жоқ жерден. Бірақ нәтижесі болған махаббат солынсы қуантады. Мен ойлайтын, осы жаздың ортасында мен мүлдем ойламаған, бүйтіп бір осы келесі жылы менде үйленіп той болады, бір өзімнің махаббатымды жолықтырамын деп мүлдем ойламаған. Негізі Дидар, енді ғана келгенде мен мінезім енді ашылып кеткен кез, өте қатты шатақ болатын мінезім. Болатын? Жоқ, қазір енді басылдым, шынымен де пікірталасқа өте қатты араласатынмын, эмоциямды шығара беретінмін, стакан лақтыратын, төбелесуге жүгіретінмін даже. И сол кезде шынымен де кішкене туысқандарынан бір не болды, қарсылық па, сондай бір не үшін солай істейді деп. Негізі мен де өзім не істеп не қойып жатқанымды бір қатты түсініп жатқан да жоқпын. Дидардың ата-анасы қарап жатыр деп кішкене сондай болды. Бірақ та Дидар мені бір пранк жасап бір тәрбие берген болатын. 2 апта бойы келмей мен оны 2 апта бойы күтіп жаттым. Жыладым да, шақырдым да камераға. Балдардың бір емес ұқшайды, аргенделі ошенде сені. Негізі бұл жұмыс істейді. Қыз уже өзінің қылықтарына бәріне ойлана бастайды. Даже Аружан кішкене қазір сабырлы бола бастады ғой. Сондай жұмыс істейді екен. Мен жұмыс істейді деймін. Жұмыс істейді. Солай болған. Бірақ 2 апта сабақ болады деген сөз ғой былай енді адамға. Ол кезде 2 апта сөйлеспедік. Соның алдында стакан шағып, одан кейін мен келіп орыс болды. Осындай дастархан үстінде отырғанда кішкене бір сөздер кетіп қалды, ауыр тиетін. Содан кейін мен айтқан вот мен бопты. Ақыры мені сыйламайды екен, мен де бармаймын деп. 2 апта сөйлеспей жүрдік. Содан кейін келген кезде бір пранк жасайыншы дедім. Ол кезде қатысушы болып келдім. Айгермен тоқтатпадық біз таныстықты. Бірақ мен өзім қатысушы болып келіп тұрмын. Мен күтіп жатырмын. Мен ана жерге қатысушы болып шыққанда енді жан жақтан маған енді жабылды да. Сен неге үйттің, сен неге олай істейсің, қызды жылатып, қызбен кішкене бір тоқтатқаннан кейін бірақ келсең болады ғой, тоқтатпадың да келіп қатысушы болып, сонда үміткер күткің келіп тұр ма деп. Мен сол кезде кішкене енді от салып жердің арасында. Енді білмеймін, сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын, бірақ мен жүрегім жаңа танысқа дайын деген болатын. Еще хатты айтсайшы. Сол кезде бұл кісі көтере алмай студиядан шығып кеткен болатын жылап. Одан кейін хат оқыды, маған хат жазып берген болатын сол жерде. Бұның алдында болған жағдайлар жаңа мені тыңдайтын, көп ұрыспайтын қыз керек. Ата-анама ұнайтын қыз керек деп. Вообще. Сол кезде бұл кісі кейін айтып жатыр ғой, мен сен хатыңды оқыған кезде жындандым дейді, прям менің заттарымды жазып, ондай емес қыз керек деп. Негізі бізде 6-шы сезонда бір үрдіс пайда болды. Болашақ жарына хат деген. Әр қатысушы келгенде өзінің хатын жазады болашақ жарына. И біз ұзатуға енді дайындалып жатқан кезде Шахмырзаға барған болатынбыз. Қалай болады, той қалай болады дегенде. Енді мен айтам, енді хаттарды оқиық. Мен өзімнің хатымды оқиын, ол өзінің хатын оқысын деп. Хотя бір күнге қатысушы болды ғой деп. Жоқ, Дидардың хатын оқымай қояйық дейді ғой. Сол кезде мен қатысушы болып келдім. Басында енді сенім кіремеген шығар, енді пранк деп ойлаған шығар, бірақ уже мен қатысушы орындығына отырғызып, ортаға басқа адамдар шығарды. Мен жарты сағат, 1 сағаттай отырдым ана жерде қатысушы орындығында. Сол кезде енді бәрі уже ойлап қалды, кәдімгідей болды, енді қатысушы болды, шынымен 1 сағат болды отырғанында. Пранк болса бағана айтатын еді ғой деп. Бәрі жан жақтан тисе басады, сен басын істей ма, неғып бүйтіп жатсың деп. Мен шыдай алмай кеттім да, тұрдым да, сосын Айгерімді алып ортаға шығып, содан кейін бірақ айттым, енді бұның бәрі пранк болды деп. Сөйтіп бір қызықтар, көп қызықтар өтті ғой енді басымыздан бір. Ол передачада 4 айға жуықтай ғана отырдық. Осы декабрь, желтоқсанда шығып кеттік қой біз. Сол 4 айдың ішінде 4 ай емес, 1 жыл өткендей болды басымыздан. Көптеген жағдайлар болды, ұрыс керіс болды, қуанышты жағдайлар да болды, өкінішті жағдайлар да болды, бірақ соның бәрін басымыздан өткердік. Күресіп, ең бастысы, соңында махаббат жеңді соған. Жашы, анан мен бір болайықтың ең жақсы көрген көрермандардың толықтайым. Анан сен дайым еле Айгерімді илат өресің да? Неге шындай дейіндің? Кешкелі илат өлетші? Жоқ, бұл қыздың мінезі сондай. Бір кішкене жағдай болып қалса, ол көзіне жас алады, бірден жылап кетеді.
иә негізі ондай мақсатпен бармаймын, енді былай жылатамын қазір әйгерім де жыласын деп солай болып қалады да енді мен жағдай. негізі Дидар келмей тұрып бақ 5-ші маусымда өз өзімен жылай беретін. Негізі маған көрермендер келіп айтқанда, сен тиктокта жылайтын қызсың ғой, сен ана жылайтын қызсың ғой деп негізі маған айтады. Шынымен де ең жылау қыздардың бірі болған шығармын. Неге екенін білмеймін, эфирдегі сөздер маған өте қатты тиетін болады. Және де Дидардың да кесірінен өте көп жыладым. Туған күнімде қуаныштан да жылай берем әйтеуір. Бірақ та әр жылаған сайын қашулармен ұрсып қалған жағдайда бәрінде Дидар жұмысын тастап, бәрін тастап эфирға келіп отыратын. Мен жұбату үшін өзі маған көңілім тауып, жұмысын бәрін тастап келеді. Мен жылаған, мен каждый день жылаймын, ол каждый день келе береді. Даже эфирдің ішіне кіріп 1-2 жағдай болған, мен қатысушылар жылатқан кезде эфирге кіріп, сол қатысушылармен сөйлесіп, Жаннұрмен, бәрімен неге жылатасыңдар деп, сонда өзіне тиген болатын тоже. Сол жағдайға жаңа кетіп қалған. Жаннұрмен қырылыста, мен бұны жұбатуға келем, Жаннұрмен қырылсам, неге етіп істейсіңдер деп, ақыр соңында маған бір ауыр сөз айтып жібереді, мен келгенде өкініп қалғанда соң мен кеткен болатын. Не үшін келдім мен онда бұл жерге жұбатып деп. Мінекей, негізі біз ойлай береміз да, айрықша қыздар. Мысалы үшін маған 6 ай сөйлешу жетіссіз болушы мүмкін да. 6 айдың ішінде бір-біріңді сыйлайсың, не жақшысың да, мына жаман характерін көрсетпейсің, бардығын соның қыла бересің да, анан кейін шығып бартайды да. Сіздерге 6 ай жетішті болды ғой. Иә, бізде ол бір-бірімізді сыйлау деген бір айдың ішінде бәрі болып кетті да. Екінші айда уже бізде қалай айтады, махаббатта болады бір периодтар. Басында бір-біріне ұнау, андай-мындай деген. Бір жарты жылға созылады, одан кейін бар тағы бір жарты жыл анандай сезон болады. Бізде 6 айдың ішінде бәрі сезон өтіп кетті. Менің ойымша бұл эфирдің да бір несі тиген сияқты, себебі эфирда бәрі тез қарқынмен өтеді. Мысалы, егер де өмірде жүрсек, біз жүре беруші едік. Үйленуді ойламай мысалға. Ал бұл передачаға тек қана үйленгісі келетін, уже нақты дайын адамдар келеді. Сондықтан да бізді уже жылдамдатады. Қашан үйлену тойы болады, қашан ұзату жасайсыңдар деп асықтырады бізді. Сондықтан да бізде барлығы тез қарқынмен басталып кетті. Бірақ осы 6 айдың ішінде бір-бірімізді өте жақсы танып білдік деп те айта аламын. Бір-бірімізді қандай жағдайда болсын көрдік. Бір жылаған түрлерімізді де көрдік, бір өкінген түрімізді де көрдік, ауырған түрімізді де көрдік. Айтады ғой, мысалы, кейбір отношения қарасаң, мысалы, ол боянбаса қандай, немесе бір ауырып тұрған түрін көрдің ба деп айтады ғой. Жоқ, әлі көрген жоқ, ондай жағдайға әлі жетпедік деп, біз оның бәрін көріп тастадық. Әйгерім боянбаса қандай? Мен талай рет айтамын, сен наоборот боянбашы деп, кірпік жасатпашы деп. Негізі клип түсірген кезде мен бояусыз бардым сол кезде. Көрем деп ойлаған жоқпын ғой. Сол бірінші көргенде мұны ешқандай бояусыз, макияжсыз көрген болатын. Сондықтан сол түрмен ұнаттым енді. Бірақ әлі күнге шейін айтам, өтініш қатты боянбашы, сен боянбасаң да енді табиғи сұлулығың да бар ғой енді. Шүкір. Сол себепті артық боянба, кірпік жасатпа, тырнақ жасатпа деп сол себепті айтамын енді. Абылай барлық түрін көрдік қой. Сол себепті бәрі жақсы, оның бәрі периодтың бәрін өтіп тастадық. 6 ай бізге жеткілікті болды. Енді жақында мысалы той болады, бізде ұзату болады. Еш өкінбеймін шын. Өйткені басқа отношенияға қарасаң, сыртта болса, ол бір-бірімізді көрмей, жағдай қалай болатынын түсінбей, солай жүретін едік кішкене созып. Біз бір-бірімізді 6 айдың ішінде толықтай танып білдік, бір-бірімізге уже қандай жағдай болсын, бір-бірімізге көмектесетінімізді түсіндік, қандай жағдай болсын, қасымда қалатынын түсіндім. Бастан өткен жағдайлардан кейін сол себепті 100% толықтай бір-бірімізге сенеміз. Енді одан әрі жалғастыра берудің ыңғай жоқ деп ойлаймын. Уже семья сияқты араласамыз, енді былай айтсам, ол мен әйел сияқты, мен оның күйеуі сияқты. Сол себепті бұны созудың қажеті жоқ деп ойладым. Сол себепті жақында той болады. Қаншасына қайдысыздар, қашан болады? Ұзату осы айда болады. Әйгерімнің ұзатуы. Иә, той енді көктемге таман болады. Оның нақты датасын қоймадық, бірақ көктемде болады. Бір жақта ертең ерте тұрып ешкім шықпырмай бар ғой? Жоқ, ондай жоқ.
соны келе сап бір айдан кейін ба маған сұрады ғой, сендерде салт дәстүр бар ма, сәлем салу. Енді оңтүстік жақта көбінесе сондай ғой, мысалы Шымкент деген жақтарда таңертең тұрасың, есік алдын сыпыру керек, енеңе шай дайындап күтіп отыруың керек деген сияқты. Мен айттым, енді бізде ондай жоқ, өйткені менің ата-анам шығыс жақтікі, Семей жақтікі, сондықтан да ол жақта бір ондай қатып қалған талап жоқ. Орамал тағу керек, сәлем салу керек ата-енеңе, таңертең тұрып үй сыпыру керек деген жоқ. Енді кәдімгі үйдегідей сияқты таңертең тұрып любой адам істейді ғой, шай құйып, шай беріп ата-енесіне деген. Негізі әйгерім, Дидар романтиктердің қатарын толықтайбы ошол жағынан? Кеңеш жағынан қатырат екен, совет жағы соны берет екен, романтик бе ошол? Негізі ең басында жаман джентльмен, романтик, мен былай болып қалдым ғой, прям өте қатты не болған. Қазір да сондай негізі. Ең бастысы романтик деп айта алмаймын, бірақ та өте қамқор, өте внимательный. Вниманияны мен ешқашанда бір аз болған жоқ маған. Және де негізі мен кішкене ауырып қалам ба, мен больницаға апарады, дәрімді алып береді, дәрімді іштім ба деп қадағалайды. Кішкене ғана ауырып қалсаң үйде шықпа, жат деп, жылы киін деп. Негізі мен оның алдында негізі қыздар қалай андай капрон колготки, солай бір қатты өзіне қарамайды да, бір шапка кимейді, не кимейді. Дидар уже жігітім пайда болғаннан кейін колготки ки, сыртына штаны ки, мынау не киіп алдың деп айтады. Негізі денсаулығыма өте қатты қарайды. Және де басқа жағынан қамқорлық ода бар. Машинаның есігін әрдайым ашып береді. Негізі достар оған айтатын, типа, зачем ашып бересің дегендей, бірақ та өзін бір джентльмен дейінші, сонда несі бар. Джентльмен ол, Дидар. Басқа затты қарамайды да, машинаның есігін ашып береді. Ол жақсы ғой, наоборот, скажите. Танышқанда әлі ашып бере, андан кейін ұмытып қалды. Ладно. Негізі Дидар түрі кішкене суық болғанмен, маған өте қатты жылы. Түрім суық болған? Жоқ, кішкене білмеймін, басында бір енді сондай болып көрінген болатын. Суық болған. Негізі мен өте қатты еркелетеді, мен оның алдында қатты сондай ерке болған жоқпын. Ерке қылықтарым қатты болған жоқ. Бірақ та Дидар келіп, шынымен де өте қатты еркелете бастады. Оған мінезді да көрсете бастадым. Бірақ та кей кезде уже, когда шектен шыға бастағанда, деп қалады да, уже түсініп қаласың негізі. Кішкене өзіне келесің. Өмірінде бірінші рет айтып тұрмандай сіз маған түрі суық болып көргенмен дегенде. Жоқ, басында шынымен де суық адам деп ойлаған болатын. Өзінше бір сондай болып көрінді. Первый взгляд. Бұйырса анакей Майрам 14 февраль. Әйгерім қандай белек күтіп атасыз? Варианттарын айтып қойыңыз. Менде намектар өте көп болатын. Мен бүйтіп шығып кетемін. Мен бір ай толмас бұрын, сол 14-ші ай, каждый день айтамын, скоро 14 февраля, 14 февраль жатыр деп. Ол айтады, что ол қазақтың біздің мейрамымыз емес дейді. Балдарлы үшін тіршеді? Я, сол маған ұнамайды. Ол айтады, басқа бір бізде дата 10 ма? 14 апрель. Сондайды тойламайды ғой жігіттер. Неге тойламайды? Ол бізде қазақтарда сол закрепляться етті. Ешқандай Қозы көрпеш баян сұлу қазір бізде қазақтарда махаббаттың символы болып есептелінеді. Сол үшін сол күнді махаббат күні болып белгіледі. Былай отмазка жасайды. 14 февраль не существует. Жоқ, все равно тойлайтын адамдар болады, подругаларының қатарынан, сол инстаграмнан көріп қаласың. Жоқ, ол былай қалыптасып қалғанда бізде ол датаның түбіне қаралмайды, оның шығу тегіне қарамайды. Просто махаббат день Святого Валентина дейді ғой. Валентина деген уже біздің не емес ол. Ол махаббат жайлы, Дидар. Жоқ, датада не деп жазып тұр ол? День Святого Валентина деп тұр. Бірақ бары деле сүйүү күнүндө, биз үчүн сүйүү күнүндө тура. Жоқ, білмеймін, оны кейін келе біз сөйтіп оны ауыстырып алдық қой, махаббат күні деп, день влюбленных. Ну вот, уже ауысып қалды мағынасы. Жоқ, адамдар өздері ауыстырып алды ол нені, атын. Негізі ол день Святого Валентина, ол қалай айтсам болады, қазір бір жамандағандай болып қалғанда, бірақ христиан дінінде Валентин деген сондай не болған, қалай айтсам,
в общем биздики эмес бир сөз менен айтканда. Мен өзім есім білгеннен кейін мектепте андай открыткаларды Жоқ, мектепте бізде де болатын бір валентинка беріп. Енді тойлап жүрсің ғой? Тойлама, жоқ, тойлау емес, тойламаймыз. Біз открытка, енді бір-біріңе открытка берген соң сен оған бермей қоймайсың ғой, жарайды. Жоқ, ошо майрам болгон үчүн беришти. Бірақ Хотя бы кейін келе открытка күтем. ес жия келе, есімізді біле келе біз түсіндік қой оның бір түпкі мағынасы ондай зат емес екен, бір махаббат күні емес. Дидар качпай эле койчу, варианттарың эмнелерди күтүп атасың? Күтпеш деген ба? Білмеймін, бірақ шынымен де күтесің. Все равно подругаларына қарап қызығасың ғой енді. Жоқ, қызығасың енді. Білмеймін мен енді, бірақ ол бір мен сыйлық беруден қашып тұрмын деген әңгіме емес бұл жерде. Бір сыйлық сыйлаудан, гүл беруден, открытка беруден қашып тұрған жоқпын. Ол енді былай да берем ғой, ол сыйлық дегенде жайда бере береді негізі. Гүлінде, бәрінде обычный күні, праздник емес күні де сыйлықтарын беріп жатады, бірақ та все равно внимание қылып жатасың. Сол айрықша романтиканы күтіп жатасың. Сол Мақұл деп қойсаң. бір күніңе открыткаңды беремін, бірақ мен ол мейрам тойламайын деп, бірақ мейрам екен ғой, мә деп беремін. Бірақ шынымен де қазір біздің мұсылман діні бір шарықтап жатқан кез ғой, қазір көтеріліп, бір шетінен оны адамдардың бәріне айта алмайсың ғой, енді ол мейрам емес, тойлама деп ешкімге бұйыра да алмайсың. Бірақ ол мейрам енді біздің мұсылманның мейрамы емес, шыны керек. Біздің мейрам 14 апрель, қозы көрпеш баян сұлу, ол нағыз қазақтың махаббат мейрамы. Оны соңғы 3-4 жыл болды біздің қазақ халқы оны тойлап жүр кәдімгідей. Ал қазір наоборот осы 14 февраль датасы кішкене бәсеңдеп баратыр. Анда 23 февраль деле жоқ, Қазір бізде ол жоқ, 23 февральды қазір тойламайды мүлде. Бізде қазір 7 мамыр ол бекітілген жігіттердің отан қорғайтын адамның азаматтарының мейрамы деп айтады. Сол күнде тойлайды. Ал 23 февраль қазір бізде тойламайды, кейінгі СССР кезінде служить еткен адамдар тойлайды оны. Эң сонун анан дагы негизи эле кечээ күнү ошо бир болоқ берүүсүн көрүп отурсак, ал жакта махыр темасы аябай көтөрүлүп атыптыр. Бүгін бәрін басын ашып алайын деді ғой, ішіндегісін айтып. Негізі мен Қырғызстанға бірінші рет келгенде, бір ай бұрын, бір этно костюмдар прокатқа беретін бір жерге барған болатынбыз. Мен, Дидар, Арген үшеуміз. Шынымен де ана костюмдарға өте қатты көзім түсті. Блин, әрең таңдадым, барлығы ұнады. И бір шубаға көзім түсті. Бір шубаға көзім түсті. Шынымен де өте әдемі. Негізі ол ұлдар киетін, Арген үстіне жауып алған ғой. Мен Арген шубасына қарайым, блин, күшті деймін да, андай ақ Арген айтады, ирбистің терісі деп. Мен көзім одан сайын жанып кетеді да. Мен айтам, все, мақыр таңдадым, болдым, мынау мақырға алып кетсекші осы шубаны деймін да. Енді бір болайық шаңырағына сүйіншімен барған кезде ұзату болады деп. Негізі Камила ханыммен, Шах мырзамен сөйлесіп отырмыз да. Отат махырға не сұрайсың дейді. Мен айтам, шуба деймін. Ирбистің шубасы деймін. И Шах мырза айтады, ирбис. Мен де айтамын, ол қумаш ирбистің шубасы қаяқтан көрдің сен ирбис? Я говорю, Арген айтты, Қызыл кітаптағы жануар саған бір оны шубаны саған бере салады екен. Там жай шуба, просто бояп қойған шуба. Мен ұйықтап тұрам сол ирбистің шубасы деп. Дидарға айта берем, даже видео түсіргенде де Дидар айтқан болатын шуба деп. И Камила ханым айтады, ол өтірік боялған шуба ғой деп. Мен Дидарға қарай, жоқ ала береміз сол шубаны. Содан қайта қоймай қойғаннан кейін маған сол шубаны деп сол Эльвира ханымға жазған болатын. Эльвира ханым алдында көрген шуба тұр ма әлі деп. Сосын айтады, тұр деп. Не болды дейді, осылай келіндеріңіз дейді. Сол шубаны мақырға сұрап жатыр мен енді. Сосын айтады, қайта бүгін жазғаның жақсы болды, ертең бүрсігіні Алматыға алып кетеміз деп жатырған болатын ол шубаны деп.
айттым, ойбай тәте, пожалуйста алып қалыңыз, мен оны алып кетемін жақын арада деп. Содан кейін жарайды болды, саған болса сақтап қоямыз, ешкімге бермейміз деп. Айтқаның жақсы болды, әйтпесе бір-екі күнде кетіп бара жатыр еді деп. Мен бұған айтамын, әте қорықтым. Ана шубаны ал кетіпті деймін ғой. Алматыға алып кетіпті, біреулер сатып алып деп. Ана қыз жылап маған. Ана шубаны мен армандадым ғой, айттым ғой саған деп. Әрең тоқтатып алдым, ей қалжыңдаймын. Міне жазған переписканы көрсетім, саған алып қоямын деп айтты деп. Содан Эльвира ханымға көп рахмет. Сөйтіп мен сөзінің құлағына асып. Махырды уже даярдап беріп қойдыңар ба? Енді дайын ғой былай айтқанда. Негізі Эльвира ханыммен өте қатты сотрудничество күшті болды деп айта аламын. Өзі бізді бастан аяқ үшеумізді өзі киіндіріп шықты, әшекейлерді бәрін өзі таңдады, өте әдемі қылдырып, өте көп комментарий жинаған болатынбыз, өте көп лайк, бәрі негізі қазақ, қырғыз киімі өте қатты ұқсас, бір-біріне ұқсайды. Және де көбісі ойлаған болатын, біз қазақ киімімен жүрміз деп. Негізі көп қырғыз халқының ұлттық киіміне өте көзі түсті, қазақ халқының деп айта аламын. Негізі көбісі отметка жасалған болса да, негізі дайректке шығып, күшті қалай алдыңыз, қайдан алдыңыз, сөйлесіп беріңізші деп өте көп интерес білдірген. Ең сонын бұйырса мінекей біздің Қырғызстанға келіп жақсы бір сый көріп жатқаныңыздарға, біз жөнінде ойыңыздардың жақсы екендігі әлбетте бізді сүйіндіреді. Сүйіңіздер шексіз болсын, көз тейбесін, сөз тейбесін. Біз сіздерді аябай тойыңыздарды да көрелі. Анандағы негізіле азыр эме суроомдун акыркысы болсун. Чыныгы сүйүүнү сактап калыш үчүн, мамилени сактап калыш үчүн эки адамдан эмне керектелет? Ең бастысы бір-біріңді, енді ең бастысы махаббат болу керек екі адамда бір-біріне деген. Екіншісі түсіну бір-бірін, кез келген жағдайда көмектесу, жағдайын түсінсе, қандай жағдай болмасын, оның уақытша екенін түсіну. Бір проблема болса, ол уақытша. Ол мәңгі бақи сен жерде бірге болмайды. Соны түсіну керек проблеманы. Бірге өту керек сол проблемадан. Доверие дейді ғой, сенім болу керек бір-біріне. Қандай жағдай болмасын. Мысалы, мен Айгерімге қалай сенем, ол да маған тура солай сенеді. Бір қазір қырғыз қыздардың қорқатын заты измена дейді ғой. Енді шын жақсы көретін адам ондайға мүлдем ойламайды да, миында да болмайды ол зат, басқа біреумен сөйлесемін деген. Менікі сондай, мысалы, мен қанша мен қинаса да, өзіне де айтамын, қанша мен қинасын, қаншама миллион ұсынса да мен басқа біреумен сөйлесе алмаймын мен уже. Өйткені сен мен туралы бәрін білесің, мен сен туралы бәрін білемін, мен басқа біреуге барып өзім сырымды қайттан ашқым келмейді, өзім туралы айтқым келмейді. Маған сенімен жақсы, саған менімен жақсы болды. Сол жетеді маған. Және де жаңа Арген туралы айтып жатырық қой. Біздің Қазақстан мен Қырғызстан екеуміз енді көпір болып жүр қой, бір екі елдің. Сол себепті біздің ұзату тойда, үйлену тойда Арген бізде ұл жолдас болады. Бұйыртса. Сол себепті екі елді кішкене көпір салып достығымыз берік болсын деп, енді мені үлкен ыстық сезіммен күтіп алды ғой осы Қырғызстанда. Шынымды айтам, басқа елде мен үйтіп ешкім мүлдем үйтіп күтпеген, енді осылай бауырмашылығын көрсетіп аябай жақты деп айтайық. Сол себепті Арген ұл жолдас болады. Енді бізде Қазақта мынандай ұл жолдасты сыйлайтын адамды қояды, жақсы сенімді адамды қояды. Сол себепті аз уақыт болса да, бір 2 ай ғана болды танысқанымызға. 3-ші ай кетіп бара жатыр. 3 ай болды танысқанымызға. Бірақ соның ішінде бір-бірімізге бауырмашылығымыз, бір-бірімізге деген достығымыз берік болып кетті ғой. Сол себепті жақында тойда Арген ұл жолдас болады. Ал махаббатқа келетін болсақ, бір-біріңізге ең басты сеніңіздер, бір-біріңізге берік болыңыздар махаббаттарыңызға. Егер де екі адамның махаббаты берік, бір-біріне сенімді болса, ол ешқандай проблема, ешқандай бір сөз, ол махаббатты жеңе алмайды. Результат көрініп тұр ғой. Иә, ең бастысы, мен де Аргенге өте қатты рахметімді айтамын. Әр келген сайын бізді құшақ жая қарсы алғанына. Және де махаббатқа келетін болсақ, ең бастысы менің ойымша сыйластық. Себебі арамызда негізі уақыт өте келе махаббатты жоқ болады дейді. Негізі басқа да сезімде мүмкін азая бастайды, бірақ та ең бастысы сыйластық болса, сыйластық қалса, ең бастысы әдемі отбасы
болуп калыптаса берет деп ойлоймун. Сол сиздин бизди чакырганыңызга өтө катты кубанычтымын. Көп рахметимди айтамын. Кыргыз калкына өтө катты рахметимди айтамын. Бар болуңуздар, сиздерге дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Көп келип туруңуздар. Буюрса аргендердин тоюнда да көрүшүбүзгө буйрусун дейли. Мынакей достор, бүгүн дагы дал ушундай биз суктанган сонун түгөйлөрдүн мыкты маек болду деген ишеничтебиз. Эгерде жаккан болсо, жакшы бир кабыл тилектерди бүгүнкү конокторубузга жаза кетели. Кызматыңыздарда Таңнуром Молоева. Аман болушканча.